125 келі дәрежесіндегі балуандарға келді. Дәулет Шабанбай қазақ күресінің аңызы десек те болады. Павлодар облысының тумасы, Лондон Олимпиадасының қола жүлдегері. Міне экрандарыңызда Дәулет Шабанбай Wrestling Stars жобасына қатысуға келісім білдірген екен. Оның өз әрине үлкен құрмет. 39 жастағы балуан енді өзінің сол қаншалықты спорт бабында екендігін тексеріп көреді. Дәулет Шабанбайдың қарсыласы да Аял Лазарев. Не экрандарыңызда. Бұл екі балуан бір-бірін өте жақсы біледі. Оны айта кетейік. Аял Лазарев Рио және Лондон Олимпиадасының қатысушысы, әлем кубогында қола жүлдегер болған. Жәрі Қазақстан Астана коратыгар көңіл тұстуғы Нороттар икерлерін турниры тұлда тұрар. Манна ғарақан яғыңа кығым мұнықтан Қазақстантан Дәулет Шабанбай, онна көк мұнықтан бейгі бірді дүлақ бұд Аял Лазарев тұсталдар. Әлем кубогының қола жүлдегері Аял Лазарев. Белдесу басталып та кетті. Бұл беғастар көн көрсі бүттері елін бұдес бұттары ратты. Көрдірулері қардыры тары болуқтақ. Олата Аял Лазаревті көйі жүбіті. Дәулет Шабанбай дағаны көйі жүбіті. Онан де тәң тағымнақ тұстықтар де қойып. Ол гынан баран бары білегі күрдік бүлкі бөғыз ұлақан тағымнақ күріқтехиге күтті батақтара 2 сыл болы де қойып. Онын тоқтабыл кәнеттен тақсан бұ тұстағы делдар. Дәулет Шабанбай сатұртағыты көңіл тұстуға андыды чемпионатыгар бөчеттағы ғадет бұғытына жүбіті. Кене қауынына көт балы беділер. Дәулет Шабанбайға андыды чемпионатыгар Лондондағы Олимпиадаға Таймазап Артур кығыл көміс мәтәлін ұлбыттарынан кінеға бұрынсы мәтәл тұттар бұлды Шабанбайға. Оның тан әтәргеділі Олимпиада призера онына бұрынсы мәтәлін қағайының бұғытынан Шабанбай бұл бастақы тұстуда. Жыңа кене тініне бәйес местін ұлбыта. Ол гынан баран бары білегі күрді кете Олимпиадаға. Таймазап, оны Грузияттан Мадзманышвили. Допинга түбәхәннер, киндер мәтәлләре бұл жаммыта. Оны еге бартын біле ғайд. Бапкерлердің тапсырмасы қаншалықты керек жал, маңызды. Өздері де әлде қашан бапкер болып үлгерген. Ақсан көрігі күрдік біліңгіте түйет бірге. Шабанбай еті кәчерға күрдік албағын орын. Еш қайда да асығып жүрген жоқ қазір. Дәулет Шабанбай. Аял ұрыт тұтушылға чөй болара. Етіндік. Оу, ұқтирақ тәтті. Үкі бағыл емес үттен дебет. Қоржында. Енді қазір бір айналдырып үлгерсе міне қазір... Ой, накаттары күніне. Айналмай ақталуға. Жоқ, айналдыра алмадым. Тағы екі пайдалы алған жоқ. Бұл екі балуанға жалпы өздерінің спорттық жолында. Жолы болмаған деп айтсақ болады мұрагер. Толыққанды өткен. Катақа кейді. Таймазов, нағыз бағындайды. Артур Таймазов. Жалпы
Итинде же кайдаксынан олулар. 2000 жыл Сиднейде финалда жеңілген, одан кейін жеңілмеген балуан ғой. Ал бізде міне белдесудің бірінші айналымы. Шабанбайга бал бердилер. Онтан бихи ол будугар. 2 пайда алып үлгерді Дәулет Шабанбай және 30 секундтық үзілістен кейін тоқтабыл болды. Көретін боламыз. Бастагы төһүмәктүм үгүннән агасы бирге. Шабанбай кыянехер. Да, и судя по всему, видеоповтор заказывают, да, так скажем, представители пакистанской команды, секунданты Аяла Лазарева. Это наверное, за предыдущий, да, последний эпизод. Будем смотреть, пока на табло у нас 8-1 в пользу Даулета Шабанбая. Действительно, Ужас, ты абсолютно прав. Деңе итинне аял атакы кирен баран ити албахыгар икен. Аялга ми бал берлек табита булуа. Призером Олимпиады. Шикарное достижение для нашего спортсмена. Ну и, видимо, судя по всему, по первому периоду, что все еще Onun sekundanlara челлендж быrakпадылар. олимпийский призер. Также он является многократным чемпионом Азии. А что касается соперника, то Аял Лазарев является также победителем Азии, чемпионата Республики Киргизстан. И видим мы решение судьи на табло 9-1. Ну и не самым лучшим образом, да, завершился, так скажем, этот повтор и этот эпизод для киргизстанского спортсмена. 9-1. Эти тоқтабул агайынне Кыргызстар челлендж быrakпыттар биде. Оны өте ак батактар олин. Бир баалы бирдиктер. О, ана тактатан кебисте. Этого не получится сделать, поскольку Даулет Вон Шабанбай бир-бирге. досрочную победу. 11-1. Всего 30 секунд понадобилось во второй четверть минуты для того, чтобы одержать уверенную победу. Да, такие все еще в форме. Мы это видим. Шабанбай кайда. Обыгрывает своего соперника. Ну и, друзья, впереди у нас две схватки Олимпиада за призера. пояс. Первый пояс в истории Wrestling Stars. Я напомню, это у нас второй сезон данного турнира, данного ивента. Ну и, так скажем, из года в год, из ивента в ивент, в плане организации, в плане уже количества спортсменов и поясов, организация действительно прибавляет. И мы, конечно, только радуемся этому, что представители СМИ и представители спорта вот так вот объединились, и получился у них шикарный тандем. Не ошибемся, если скажем так. Билигинде Вегостары наградылаһын булуга Ошқын Мыңбаев және де Ақтөбе кәсіпкер жарыс қолдаушысы Талғат Ахметов мырзаға шақырылады. Келіңіздер. казахтар бу беттехат көктехин тәтбиттери бит. Напомню, всеми нами любимый Упучук будет выступать совсем скоро. Аял И ждем, Лазаревка конечно, его схватки. метель Но я напомню, туттардылар. что Шабанбайга сменился у мен него, да, самый последний момент соперник. Онна его кыйлака соперник Ламан кубак. Сейдхан, тоже довольно известный спортсмен в мире спорта. Будет очень интересно, не переключайтесь. Также подписывайтесь на социальные сети телеканала InSport.